Алпысты алқымдаған Оңғарбайдың жалғыз ұлы үйленіп, қуанышында шек жоқ. Енді бой жетіп отырған қызын құтты жеріне қондырса, көңілін бір демдер еді. Байдың ақыл ойына Құдай пайым парасатын тең қылған. Бір ауылдың берекесін келтіріп отырған Оңғарбай бала күнде қой бағып жүріп, Қызыр Ғаликесаламды кездестірген дейді. Содан басына бақ қонып, малына береке дарыпты деген аңыз ел ішінде бұрыннан жүр. Кешкі шайды ішіп бола берген тұста келіні енесіне қарап, мана ерке қыз екеуміз бұлақтың басына су алуға бардық. Қайынсіңлім бұтақтың басында отырған екі шымшықты көріп, жеңеше, мана отырған құстардың еркек ұрғашысын ажырата аласыз ба деді. Қайдан ажыратайын? Мен деп ауыз жиғанымша болмады. Анау сыртқы жүнін қампайтып жайбарқат отырғаны еркегі, қасында тынымсыз шықылықтап жанында жабысып отырғаны ұрғашысы. Жаман ерді жақсы әйел адам қылады жеңеше-ау деп ерке қыз есті әңгіме айтты маған дейді жас келін. Бай келіннің мына сөзінен кейін біраз ойға шомады. Кейін қызын сынамақ болып сүт кенжесін шақыртады. Айналайын қызым, қайтқан адамды шерлеуге, бойжеткен қызы ұзатуға асық деген ата бабамыз. Батамды беріп, Дәулетбайдың баласы Жаманқараға сені ұзатамын дейді. Жаманқара атына заты сай, момын, анжақ жігіт. Қыздың әкесінің мыңғырған қойын бағады. Үстіне бүтін киім кимеген, топқа түсіп, елге тұшымды әңгіме айтпаған жігіт. Әйтеуір әке шешесіне қарап отыр демесең, ауыз толтырып айтары ерлігі жоқ. Әкесінің бар ойы жаман ерді жақсы әйел адам қылады деген қызын аузынан шыққан сөзі үшін сынау еді. Ақылды қыз оны бірден сезеді. Әке ләббай дейді, айтқанға көнем. Бірақ 3 шартым бар. Соны орындасаң, Жаманқараға ұзатуыңа қарсы емеспін. Ол қандай шарттар дейді әкесі. Мал мен дүние бер деп міндет қылмаймын әке сізге. Ептеп адам бай болмас, маңдайға Құдай бермесе. Алла маңдайыма бермесе, сіздің бергеніңіз не болады маған? Қояр 3 шартым мынау әке. 3 күнге дейін тауығың шақырмасын. Ошағының астында от жанбасын. Қазаның көтерілмесін, ішінде ас қайнамасын дейді. Сол да сөз болып па? Шартың мен толық қосыламын қызым деп, бойжеткен қызын әлгі жаман жігітке ұзатады. Көп дүниесі жоқ, жас келіншек бір өгізге үйін артып, бір жаман өгізін жетектеп, ата енесін арбаға отырғызып, екі қара асып барып, бұлақтың басына үйлерін тігеді. Қой сойып, қазан көтеріп, ошақтың астына от салады. Ал Құдай қосқан қосағым, сіздің жұмысыңыз 3 күнге дейін ошақтың астынан от үзбейсіз, самаурында су алыппайсыз. Ал мен болсам, бір қазанға ет асып, бір қазанға бауырсақ пісірем. Қадірлі ата енем, сіздер келген қонақтарды жақсылап күтіп алып, төрге шығарыңыздар деп, үйдің ішіндегі дастарханын жайнатып қояды. Қардың басында жатқан Қызыр Ғаликесалам қасындағы бақ пен берекеге қарап айтыпты дейді. Мына Оңғарбайдың ауылына не болған? 3 күннен бері тауықтары шақырмайды, ошақтарының астарында от жағылмайды, қазандары қайнамайды. 3 күннен бері анау қырдың астындағы жалғыз үйдің ошағынан жалында от үзілмеді. Бұл бұрқырап, қазаннан ас кетпеді ғой. Бұлар кімдер екен? Барып көріп келейінші деп алдымен Қызыр кетеді. Келмеген соң не болды екен деп артынан бақ кетеді. Бұлар кешікті ғой деп соңынан береке кетеді. Барса Қызыр мен бақ үйдің төрінде отыр. Берекенің есікті аттап кіргені сол еді. Жаманқараның табалдырығынан мыңғырған мал шығады. Жас келіншек жұбайымен ата енесіне қарап, мен қонақтарды жақсылап күте берейін. Сіздер мына мыңғырған малға ен салып үлгеріңіздер. Ені бар малдың бәрі Құдай бұйыртса бізге бұйырады дейді. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деген қазақ әулие ғой. Малға ен салу сол байдың қызынан қалған үрдіс екен. Ен салу, еншілеген өз малым деген белгі болыпты. Оңғарбай ақылды қызының кім бай болғысы келмейді, Құдайы қаламайды. Кім би болғысы келмейді, халқа қаламайды. Кім батыр болғысы келмейді, жүрегі дауаламайды деген сөздеріне тәнті болып, ел ішінде жиі қайталап жүреді екен. Баг ауысады, ырыс шығады деген. Ол қазақ халқы әрбір әпсанадан ғибрат алған емес пе? Соңғы уақыттарда әбедің кафеден, ужинын рестораннан ішетін қандас бауырларымыз көбейіп кетпеді. Қазаны қайнамаған үйде
қайдан береке болсын. Құдіреті күшті Құдай бәрімізді тарының қауызындай бір жерге шаңырағымызға жинап, қазанымызды оттан түсірмей, дастархан басына бәрімізді бірге жинап, отбасымыздың берекесін келтіріп, шардың жақсылығын, жанұяның жылуын сездіріп, шайқалып бара жатқан шаңырағымызды қайтадан шаттыққа толтырсын. Қызыр ғалейхиссалам шылауымызда болып, басымыздан бақ, отбасымыздан береке кетпесін десек, ошағымыздан от, қазанымыздан ас кетпесін ағайын.